Дидахмет ағаның шығармаларының ерекшеленіп тұратыны мойындайтын шындық. Алдыңғы буын әдебиетшілерге құрметпен қарауға, кейінгі буынға қамқорлық жасауға асығып жүретін ағамыз жалпы қазақ әдебиетінің ертеңіне үлкен үмітпен қарайды. Жазушы өз тағдырына тәубе дейді. Бұл ата-бабаның, әке-шешенің көрген өмір жолына қарап түйген ой. Бір естелігінде былай депті: 6 кітабының 6-ауында қиыншылықты көп көріп, өмірден өткен әкеме арнап ем. Анам тірі, қасымда болған соң тәубе деп арнаған жоғын. Соңғы жинағын енді анасына арнапты ағамыз. Ассалаумағалейкум, қымбатты қонақтар. Дидахмет Әшімханұлының 70 жылдық мерейтойына арналған еске алу кешіне қош келдіңіздер. Дидахмет Әшімханұлы қаламы қарымды жазушы, ақпарат саласының майталманы, белгілі журналисті. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді дегендей, жазушы Дидахмет аға ортамызда болмаса да, артында қалған шығармалары мен жақсы есімі мәңгі болмақ. Бүгінгі кешке Алматыдан Дидахмет Әшімханұлының баласы Дәулет Әшімхан ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Үшінші сұрақты Дәулет мырза өзіңізге қойғым келіп отыр. Жалпы Дидахмет ағамыз қандай әке болып еді? Сіз ол кісіден өмірлік сабақ боларлықтай қандай дүниелер үйрен алдыңыз? Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман қауым. Бірінші мынау балалар және жасөспірімдер кітапханасы үлкен алғыс білдіргім келіп отыр. Мына Алматыға шығам деген кезде, Ақерке деген қардасымызбен сөйлесіп, осындай шара ұйымдастырып отқан кезде қатты қуандым. Биыл өздеріңіз білесіздер, әкеміздің 70 жылдығы, осыған байланысты біраз іс-шаралар ұйымдастырайық деп отырмыз. Осы Өскеменде, Құдай қаласа, қыркүйек айынан басталады. Одан кейін Қатонқарағайда Құдай қаласа жалғасын табады. Сол алғысым мына осы 70 жылдықты бірінші болып осы Шығыс Қазақстаннан бастап осы кітапханадан бастағанымызға өте алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. Енді сіздің сұрағыңызға оралатын болсақ, қандай әке болды дейсіз ғой. Енді жалпы негізінде көп айтады ғой, енді қазір мынандай сөздер де жүр. Мысалға әкеміз енді басында өте қатал еді, басында. Кейін келе 13-14-15 жасынан кейін келе екеуміз достай болып кеттік. Бір-бірімізбен жаңағыдай әзілдесіп, қалжыңдасып, Әлібек ағамызды жақсы біледі. Апам екеуміз жаңағыдай жас айырмашылық болмаған сияқты болды бізде. Ылғи әзілдесіп жүрдік. Одан кейін әкеміздің үлкен бір маған берген бір несі, тәрбиесі, бұл мені жанынан еш уақытта тастамай тұр. Қалихан Ысқақов деген атамыз бар, Әкім Тарази деген жанында жолдасы бар. Бәріміз сол 6 айға бірге машинамен келеміз, жүріп кетеміз. Одан кейін сол бүкіл 6 айдың бәрін бірге аралаймыз. Әлібек ағамыз да бар жанына, Әлібек ағаның үйінде де дастархандас болып сол бәріміз жүрдік. Сол үлкендердің арасында өстім. Үлкендердің сөзін тыңдап өстім. Соның көп пайдасы тиді, себебі мына жас кезінде балалар, кішкентайлар енді көп енді дала ойынын қуып кететін болады. Біз ондай болған жоқ бізде. Біз көбінесе сол үлкендердің сөзін естіп, әңгімесін тыңдап, құлағымызға түртіп жүрдік. Сол себепті әкеміз басында айттым, қатал болды, одан кейін дос болып кеттік, өмірдің соңына дейін жаңағыдай ылғи бірге әңгімелесіп жүрдік. Өмірдің соңында да бір айтқаны бар еді. Дәулет, бұл өмірде ең жақын адам сен өзіңсің. Саған ғана сенемін, саған ғана сырымды айтамын деп. Енді ол қазіргі мысалы мен өзімде 2 ұл өсіріп келе жатырмын. Енді олармен мен қарым-қатынасым қандай болады білмеймін. Бірақ сондайға талпынамыз ғой енді. Бірақ әке мен баланың ортасындағы бір не болады ғой, бір орысша айтқан кезде бір барьер болады ғой. Ондай бізде болған жоқ. Себебі әкем маған қатты сенді, мен әкеме қатты сендім. Сөйтіп араларымыз дос болдық. Бәрекелді, рахмет. Біраз деректерді қарастырдық. Сол жерде ол кісі жазушылықтан бөлек мықты журналист болған екен. Енді ортамызда Қаңтарбай Әлібек ағамыз отыр. Сол кісінің көзін көрген, сөзін естіген, бірге жүрген қанаттас дос ретінде сізді шақырып отырмыз. Жалпы сізге қояр сұрағымыз, Дидахмет ағаның сіздің жүрегіңіздегі жарқын бейнесі қандай? Сол тұрғысын бақтай кетсеңіз, бұл кісі кім болып еді? Қандай жолдас болды? Қандай әріптес болды?
сен осы бір мәселеге қалай қарайсың деп түртіп келіп қалатын. Ондағы бір ұсақ түйек мәселеңіз бір кесек мәселе екенін ішім сезетін. Одан кейін мен немене дейсің, содан кейін барып ашылатын. Мынау 14-ші жылы Қалихан ағамызды Алтайға апарып жерлеп жатырмыз. Тоқайдың жанында Қоңқайдың бауырына. Артымнан келіп Дидахмет түртіп қалды. Мына қалағанды жерлеп жатқан жер кеңде, оны бейіттердің алдыңғы жағы былай өрісі кең жер болатын, тынысы кең. Осы түгінде бәріміз осы жерге келіп жатпаймыз ба бәріміз деп сөйтті. Дидахмет қайтыс, жылына жетпей Дидахмет кетіп қалды, қалағанның жылына жетпей. Сонда сол бір ой. Нейма сақыт етшіді Құдай-ау, бірдеңкені көріп біліп айтты ма? Ол ананы Алла неге аузына анандай сөз салғызды дейкөнін деп. Сөйтіп бір ойлап қалған. Жалпы Дидахмет мені көз алдымда қалай деп айтсам жаңа Дәулет айтып жатыр ғой, қандай әке болды деп. Дәулет шынын айтты, қатал әке болды деп айтты да, оның кейін дос болып кеттік деп. Кәдімгідей, мынау Дәулет есейіп қалғанда, Дидахмет кәдімгідей баласымен қалжыңдасып, сөз жарыстырып отырады. Сөз итермелеп, мынау қалай жауап берер екен деген бір сынақтан өткізіп отыратын. Мен ойлайтын, бір жақсы тактика екен деп баланы тәрбиелеуді. Дидахметте көп дүние үйренуге болушы еді. Көп дүние үйренуге болушы еді екенбіз. Мен оның қандай кезінен білем, менен бір 2-3 жас кішілігі бар. Интернатта бірге тұрдық Шыңғыстайда. Әшімхан Ақсақал қойда жүрді да, Әшекеңнің бүкіл баласы Шыңғыстайдың интернатында тұрды. Ана Шаяхмет те тұрды, оны Айгерім де тұрды. Сонда менде алдыңғы балалары енді Оралхан үлкен болып кетті. Сәйкөл менімен 9-шы класс оқып жүрді да, арғарай оқымай кетіп қалды Сейдахмет. Сонда ішіндегі ересегі Дидахмет. Сонда бұл Дидахметтің ағайын туғанына деген мынау махаббаты керемет болатын, сүйіспеншілігі. Сонда чыз-быз болып әлі өзінен кішкентай жайлы Шаяхметке, анау Айгерімге, анау интернетте мынау әскердегі сияқты ғой. Мынау үлкендер зорлық, зомбылықты көбірек жасайды, күші жетіп тұрғандар. Чыз-быз болып Дидахмет соларға ара түсіп жүретін. Одан көмекке мені шақыратын. Қызық болатын, енді ол кезде балалық кез. Көмекке мені шақырғанда интернатта өзі шақтап беретін бір, балаларға кешке таңертең беретін бір пряндік кәмпит береді. Әңісінен жырып маған әкеп береді Дидахмет. Ол енді қазіргі айтқанда баяғы сыбайлас жемқор. Енді кейін бір кәмпитін жеп алғаннан кейін мен ана Дидахметтерге ешкім тиіскізбеймін. Сөйтіп жүрдік. Көп рахмет, жақсы естеліктер айтып бердіңіз. Біз енді ортаға мына кітаптарды бекерден бекер қойып отырғанымыз жоқ. Қазір көрермендердің ішінде Дидахмет ағамыздың баласы Дәулет ағамыз келіп отыр. Осы кісіге немесе Әлбек ағамызға жақсы сұрақ қойған көрермендерге осы кітаптар Дәулет ағамыздың қолымен табысталатын болады. Сондықтан алдағы уақытта сұрақтарыңызды дайындап отыруларыңызды сұраймыз. Олай болса, енді ары қарай жалғастыра берейік. Ортамызға біз Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушысы, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Келгенбаева Бақытжан Бекенқызы келіп отыр. Бақытжан Бекенқызы өзімізді ортаға шақырсақ. Жалпы Дидахмет аға туралы Тұрсын Жұртбай былай дейді. Дидахмет кейіпкердің мінезін көркем шешім деңгейіне дейін жеткізе білетін санаулы санаткер деп жақсы баға берген екен. Осы Дидахмет ағаның шығармашылығын енді ғылыми тұрғыдан қай қырына қарастыруымызға болады? Сол тұрғысында біраз көрермендерге айтып берсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, құрметті Әлбек аға, Дәулет бауырым. Енді сіздерді аман-есен көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді Дидахмет аға туралы көп дүниені айта беруге болады. Мынау
журналистика саласындағы еңбектері бір төбе, адамға ой салатын, ұлттығын мықтап ұстап тұратын 4 негізгі қазығы болады дейді. 4 қазығы. Ол тілі, ол ділі, ол діні, ол ұлттық салт дәстүрі дейді. Сол туралы айтқан мақалалары, одан кейін коммунизм туы, заман Қазақстан, одан кейін тағы да Лениншіл жас, басқа да газеттер, мысалға жастарға арналған пионер журналы осында қолтаңбасы қалды. Сондағы қызметтерін, журналистик қызметін, публицистикасын зерттеу ол өзі үлкен бір сала. Сонымен қатар қайраткерлігі деп айтамыз, біреу білсе, біреу біле білмейді. Бүгін алаш қайраткерлерін зерттеген кезде Бес арыс деген кітап, сол Дидахмет ағаның тікелей құрастыруымен шықты. Оралхан Бөкей ағамыз, өзіміздің жерлесіміз, қазақтың қара сөзінде дес бермеген кереметтей қаламгер, әлемдік деңгейдегі қаламгер деп айтуымызға болады. Сол қаламгердің шығармашылығы туралы Оралхан деген кітап шығарды. Бұл енді өзіміздің мынау қазақ қайраткерлерінің руханиятта үлкен ізі қалған адамдарға байланысты жасаған істерінің бір саласы. Оны ары қарай зерттеу, архив материалдармен қалай жұмыс істеді, оны қалай жинақтады, ол өзі бір сала. Сіздердің алдарыңызға Дидахмет ағаның шығармашылығынан осылай сәл ғана көрме жасаған едік. Шараның соңынан осы көрмені көріп танысуларыңызға болады. Олай болса, бүгінгі кешке Өскемен қаласы ішкі саясат және мәдениет тілдерді дамыту бөлімінің басшысының міндетін атқарушы ақын ағамыз Қалқан Аңсарин келіп отыр. Сізді ортаға шақырсақ, Қалқан аға, жалпы енді Дидахмет Әшімханұлы шығыстың аяулы азаматтарының бірі. Биыл 70 жылдық мерейтойына орай өзіңіз басқарып отырған мекеме осы кісінің 70 жылдық мерейтойын қалай атап өтпек? Сіздерде қандай жоспар бар? Соны білсек, барып қатыссақ. Армысыздар, ардақты әдебиет сүйер, сөз қадірін білетін құйма құлақ көрермен тыңдарман, сіздермен тағы да қауышқанымызға қуаныштымыз. Қазақтың үлкен маңдай алды қаламгерлерінің бірегейі және өзіміздің жерлесіміз Дидахмет ағамыздың жаңағы мерейлі, мәртебелі шарасы әрине қалалық деңгейде емес, облыстық деңгейде емес, жаңағы өздеріңіз айтып отырған сахналанып жатқан, эфирден көріп жатқан айтылған ойлардың барлығы тек қана бір өлкелік, өңірлік шеңберде айтылған дүние емес, ұлттық, мемлекеттік маңызы зор. Сондықтан тұтас қазақтың батыс шығыс солтүстігіне кеңдігіне сиятын ойлар айтылған. Сондықтан мен ойлаймын, бұл тұтас қазақ халқының әдебиеттің мерекесі деп, әдебиеттің бір айтулы датасы айналады деп ойлаймын. Осы кешті ұйымдастырып жатқан кішкентай ғана біздің балалар, жасөспірімдер кітапханасының өзі үлкен дүниені үлкен жүкті арқалап отыр. Осындағы ханымдарға, қыздарға рахмет айтамыз. Жиі осындай кештер жасап жатады. Жылт еткен дүние болса, жастар болсын, басқа да орта буын болсын, бәрін шақырып осындай кеш жасап жатады. Мынау сатырлаған әлі бір жақсы сөз бар ғой. Егер бұл әлемнен әдебиет алып тастаса, сатырлаған мылтықпен шытырлаған ақсаның дауысы ғана қалатын еді деген сияқты. Сондай бір сатырлаған, шытырлаған дүниелердің арасында осындай бір әдемі ізгілікті, әдемі дүниені насихаттап жүрген кітапхана ұжымына рахмет айтамыз. Аман болыңыздар. Бұл әдебиет қазаққа керек, мына ұрпаққа керек. Сондықтан жақсы дүниені насихаттай беруде үлкен ерлік бұл заманда. Аман болыңыздар, рахмет. Көп рахмет. Енді бүгінгі кеш Дидахмет ағаның еске алу 70 жылдық мерейтойы болып отырғандықтан ағамыздың көзін көрген апайларымызды да шақырып отырмыз. Бүгінгі әңгіме Дидахмет ағаның шығармашылығы, Дидахмет ағаға байланысты естеліктерге толы болса деп отырмыз. Сол себептіден ортаға ақын апайымыз Бақытжан Райсып апайды шақырғым келіп отыр. Қазақ әдебиетінде жазушы көп, бірақ та азаматтық, рухтық деңгейге шыққан Дидахмет сияқты жазушылар азырақ енді. Бұл деңгейге қалай жеткені, қандай шығармалармен жеткені барлықтарыңызға аян.
оған тоқталып алтын уақытты алмай. Бірақ Дидахмет ағаның өз басым адамгершіліктің айнымас жыршысы деген мақала жаздым, рецензия шығарма. Ол менің кітапшама шықты. Енді Бақытжан апайымыз осы кітапты бізге келіп сыйлап жатыр. Бұнда мақалалар, естеліктер, арнаулар дейді. Бұл көптеген ізденімпаз жастарға, журналистерге көп таптырмас құрал ретінде пайдалануға болатын шығар деп ойлаймын. Ұшы қиырсыз сар даланың бір ұшында сары бел. Сары белдің бауыры сағынба, әлде шалқар көл, шартабақ күн төбеде. Шалқыған ыстық жер көкте, табанын тасқа тілдіріп, жанарын жасқа жудырып, маңдайын жел күнсітіп, таңдайын шөл қаңсытып, сары желіп келеді саратан, таусылмайды сары дала, жеткізбейді сары бел. Сары белдің ар жағы бота күңгі мекені, бота күңгі мекенін қоздап іздеп келеді, жүректегі бар шерін қозғап іздеп келеді. Дидахмет ағаның жер аңсаған Саратан атты хикаяты осылай аяқталады. Тұнып тұрған мөлдір сағыныштың лебі санамызға ұялар анық. Осы шығарманы оқып отырып жүректегі ең аяулы бір нәзік мекенді аңсап кетеріміз шындық. Сол себепті де бүгінгі кештің тақырыбын жер аңсаған Саратан деп қойып отырмыз. Олай болса, жер аңсаған Саратан хикаятынан аудио үзінді тыңдаңыздар. Аудио үзіндіні оқыған айтыскер ақын Қуаныш Еркінұлы. Қос өркеші жығылған, көкірегіне өксік тығылған. Таусылмайды сары дала, жеткізбейді сары бел. Көздегені көзінен бұлдырай қашып барама. Әлде анау сары бел сайтан бекен, сағынба. Сайтан болсын мейлі, сағын болсын мейлі, жетпей тынбай сол белге. Жетем деген желіспен желкілдейді шудасы, иір мойны изеңдеп қақшаңдайды қубасы. Ботасын іздеп боздаған аруана еместі, інген аңсап қотырған қара бурада еместі. Тұшы етін тұздай ашытып, иесінен жеген таяқ жоқ, ауыр жүкпен жауыр боп арқаға батқан қомы жоқ. Оны да көрген кезінде бәріне күнген құлтулақ. Бәрекелді, көп рахмет. Жаңа мен кештің басында кеш қонақтарына сұрақтарыңыз болса дайындай отырыңыздар деген едім. Кімде қандай сұрақ бар екен? Сұрақтарға кезек берсек. Қоя ғой. Өзімді ең алдымен таныстыра кететін болсам, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің білім алушысы Садыкова Аида боламын. Менің сұрағым Дәулет аға сізге арналады. Жалпы әкеңіз Дидахмет атаның бойындағы ақындық қасиеті сізге дарыған ба деген сұрақ менің ойыма туындап тұр. Ақындықта, жазушылықта қасиетім жоқ. Мынау папам айтады, әкем табиғат сараң деп. Мен аттап өткен шығар. Басқа немерелеріне қонар мүмкін көреміз ғой, Құдай қаласа. Бірден шығар ол. Бірақ табиғат деп жаңағыдай берсе үйіп төгіп бермейді. Аттап беретін шығар енді. Құдай қаласа болар басқа. Бәрекелді, рахмет. Дидахмет ағаның шығармаларын оқып отырсақ, көз алдымызға сан түрлі сюжеттер елестейді. Осы орайда «Жанды жел» атты шығармасы бар. Бірқатар түйткілді мәселелерді сөз қылады бұл шығарма. Осы шығарманы драматург ақын Әскерхан Ақтай ағамыз сахнаға әзірлеген еді. Әскерхан аға, осы туралы айтып берсеңіз. «Жанды жел» қалай әзірленді? Бұл қандай шығарма? Дейді ағамның «Жанды жел» деген жақсы әңгімесі бар. Осы әңгімені бір рет оқып шыққанда көңіліме қатты ұнады. Алдында бір режиссер кісілер айтып еді маған, осы «Жанды желді» оқысаң, осы жерден бір жақсы үлкен дүние шығады деп. Сол «Жанды жел» әңгімесін мен сахналық нұсқасын жасағым, алас деген. Оны жаңа сыншыларға көрсеттім, бірнеше республикалық театрларға бердік. Бұйырса мына 21 жылы Әуезов театрында қойылады деп өткен Әлия Бекежанова апайымыз сол жерде істейді. Солай деп айтқан. Сол кісінің қолында, сол Қызылорда облыстық драма театрында сол тағы 21 жылдың соңына ма, 22 жылға ма сол жаққа алған Құсайын деген ағамыз дайындаймын.
жақсы дүние екен, бір фестивальдық дүние шығады деп. Рахмет. Олай болса, мен қазір сіздердің алдарыңызға бір жас ақынды шақырғым келіп отыр. Осы өздеріңіз қонақта отырған кітапханада жақында ертіс әдеби шығармашылық клубы ашылған еді. Осы клубта бірқатар осы қаламыздағы жаңадан шығып келе жатқан жас студенттер, ақындар бар. Солардың бірін шақырғым келіп отыр. Баянқанұлы Төлегенді шақырам. Және де бір айта кетерлік, бұл әдеби шығармашылық клуб болғандықтан біз алдымызға мынадай мақсат қойып отырмыз. Осы алдағы уақытта Дидахмет ағамыздың шығармаларын оқып, талдап, көпшілікке жеткізуді осы клубтың мақсаты ретінде қойып отырмыз. Төлеген бауырымыздың Дидахмет ағамызға арнаған бір арна өлеңі бар екен, соны тыңдаңыздар. Ассалаумағалейкум барша осы кешке жиналған ағайын, ұлықсат болса тұлға деген өлеңді ұлықсат етіңіздер. Ал ұмтылған қаламыңда қарыштап, сергел сөзің биік құшты алыстап, шығыстағы шынар туған жазушым ұлт мүддесін ойлап өткен анықтап, мұнар таудың мұзбалағы қыраны, байтақ елдің еркелеткен ұланы, Алтайымның айбынданған шынары, шығысымның мойындағы тұмары, тағдырларын астарлаған әңгіме, сөз киесі қонған өмір мәндіде, талай сынақ көрсең дағы сүрінбей, шыдап келдің асылаға сәңгілі, Катон жақтан бозғараға елген, өнеріңі барша қазақ сүйінген, туған жерді аңсатады біздерге жер аңсаған саратандай түйіммен, ұлтың барда ұмытылмас нар тұлға, өшпес мұра сыйлап кеттің халқыңа, ертіс өзен толқынындай толқының, кір келтірмей ар намыстың даңқына, күңіренген күй тарттырып бұлдалам, ерлер өтті елім деген мұңдаған, Алтай талай асылдардың мекені, тау астынан естіледі мұң маған. Жазира кең байтақ қазақтың даласы, сырменен еділдің арасы, арманы тауындай қалдырған жүрек бабасы. Шүкірден жазылды көбінің жарасы, ешкімнің жолыған таласы. Сұламай анасы, өзгерген қазақтың баласы. Бір рет болса біздей болсын Алатаудай айбары, көгіндегі қыран құстай желбіреген байрағы. Бір рет болса біздей болсын азаттықтың айғағы, татулық пен береке бұзылмаған аймағы. Әшімханұлының мұрасы бұл бізде мәңгілік қалады. Оның ұрпаққа берер тәрбиесі менен ұлттық құндылығы әрқашанда ерекше. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгенде сізге көп рахмет. Жаңағы сұрақ қойған балалар ортаға келіп, Дәулет ағамыздың қолынан кітаптарды алуларыңызға болады. Сұрақ қойған балалар келіңіздер. Енді біріне алалайтын емес, барлығына берейік деп шештік қой. Ben çıkacağım.